Жетінші бөлім. Жұмыстан шыққан соң тағы да келіп саябақтарға қыдырдық. Кешкі асымызды іштік. Екеуміз осылай күнде кездесіп жүрдік. Оған деген сезімім күшейе түсуде. Тіпті оны көрмесем тұра алмайтындай болдым. Бір күндері ол Ташкентке кетпекші болды. Өзі балмұздақпен айналысады екен. Ташкенттен балмұздақтың заттарын алу керек көрінеді. Солай 10 шақты күнге барып қайтамын деді. Қимай әрең қоштастым. Пойызге шығарып салып, өзім вокзалда біраз ойланып тұрып қалыппын. Кенет телефонның дыбысынан ес жидым. Анам хабарласып жатты. Алло, анашым, қызым, тез үйге жетші, өтінемін. Мам, бәрі жақсы ма, не болды? Жақсы емес қызым, әкеңнен айырылып қалдық. Тезірек үйге жет, әкең қайтыс болды, дейді. Телефонды қоймас таксиге міндім де үйге қарай асықтым. Келгенше екі көзімнен тоқтамастан жастар парылап жатыр. Мұндай боларын кім білген? Бір демде неге бұлай бола салды? Әкесі өмірді қалай сүрмекпіз? Үйге жеттім. Біраз туыстарымыз жүр екен. Бір бөлмелі үйімізде тола адам. Ине шаншыр орын жоқ. Анам мені сыртқа шығарып: Назима, өз-өзің ұста, жарай ма? Көрісетін орынға барып отыр. Мам, не болды өзі? Әкем қалайша? Жүрегі бірден тоқтап қалды. Дәрігерлер алып кетті. Тексереміз деп. Жанына өзінің бауырлары кетті. Назира, ана жақтан отыр. Сен де жанына бар. Оған да қиын. Бір-біріне тіреу болыңдар. Мен ас үйде боламын. Анам кетіп қалды. Мен болсам келген адамдармен көрісіп отырмын. Қанша шыдайын десем де көзімнен жас тоқтамай жатыр. Бұлай боларын кім білген. Арада біраз уақыт өтті. Әкемді қара жердің қойнауына тапсырдық. Белгілеп қойған тойдың уақытты өзгерттік. Әкемнің 40-ын өткізуге дайындалдық. Жалғасы бар.